Сәлем достар, менің каналыма жаңадан қосылып жатқандар, қош келдіңіздер. Зейіндеріңіз ашылсын дегім келеді. Көптен бері видео салмай кеттім. Бүгінгі видеода мен сіздермен тағы бір маңызды ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Маған Freedom Finance'тан электрондық поштама осындай хабарлама келген болатын. Өзіңіздің персоналды данныйыңызды жаңартпасаңыз, сіздің шотыңыз бұғатталады деп. Егер де сіздерге де осындай хабарлама келсе, онда қорықпаңыздар, оның шешімі бар. Trader.net қосымшасына кіріп, не торговое поручение деп тұрған үшінші жазудың үстін басамыз. Персоналны данный бөліміне өтеміз. Осы бөлімде форма W8BN деп тұрған тұр өзі көрсетіліп. Соның үстін басамыз. Осы бөлімде өзіңіздің данныйларыңызды толтырып, подтвердить дегенді басамыз. Мына жерге барлық электрондық поштаңызды, адресіңізді, удостоверениеңіздің алды артын файл ретінде PDF форматта жібересіздер. Данныйларыңызды толтырып болғаннан соң, подтвердить дегенді басқан кезінде сізге подать поручение деп шығады. Окей батырмасын басамыз. Сосын поручение принято деп шығады. Осындай экранды жоғардан төмен түсірсеңіз, тағы да уведомление келіп тұрады. То, что ваш поручение исполнено деп. Біріншісінде қабылданды, одан кейін орындалды деп екі сообщение келеді осылай. Алдағы уақытта шотқа қалай ақша салу керек, қалай сатып аламыз, қалай сатып жібереміз акцияларды, сол туралы да көптеген видеолар болады, Құдай қаласа. Ол үшін менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Барлықтарыңызға рахмет, назар аударып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.